Да, көп жоқ. Ойбай. Сәлем достар, бізде бар арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша. Мама Санара. Достар, бүгін бізде өте қызықты видео болады. Бүгін біз мамам екеуміз осындай күшті челлендж түсіреміз. Бұл челлендждің аты су толтыр деп аталады. Короче, бізде міне осындай бір стакан, банка, және де осындай целый ең үлкен осындай су. Қазір біз қолымызға осындай утилизатор киеміз. Вообще ауыр салмағы біраз бар ау. Да. Ішінде бидай ма, білмеймін, бір нәрсе сияқты. Иә, бидай ғой міне. Короче, кие берейік па? Иә. Осыны киесің деді менің түсінгенім бойынша. Осылай киеміз, короче, мен кие алғым. Бізде бірінші раундта осындай әдіс болады, прям үлкен. Екінші раундта кішкентайлау болады, банка. Ал үшінші раунд, достар, қараңыздар. Мынау өте қиын болады, себебі мамам деген өте көп қоятын сияқты. Қазір көреміз. Үш раунд, в общем. Давай. Достар, короче, міне бізде көз жұматын, мынаны сіз алыңыз. Білейін, достар. Не істейміз, қазір біздің қолымызда ауыр. Иә, солғы. Біз мына қолымызды вообще қолдануға болмайды, короче. Мына қолымызбен қандай жұмыс істейміз. Қазір біз көзіміз жұмылып тұрады. Бүйтіп бірінші ұстап аламыз. Сосын мына жерде суды аламыз да, сосын соған қарай құямыз. Біздің көзіміз мына қолмен бүйтіп әкеліп құюға болмайды. Бір қолмен ғана бүйтіп ұстап көресіз, и сонымен көре аламын, мынаумен құя аламын, в общем. Кім до конца толтырады, сол жеңеді. Ал кім аз толтырады, сол жеңеді. Ал кім жеңеді, оны сіздер комментарияда сіздер анықтайсыздар. Себебі біз бәрібір ешнәрсе көрмейміз, как бы. Вот, все, давайте мам бастайық. Сіздер міндетті түрде лайк басыңыздар. Бірінші сулиф ойнап алайық та, келмей тұр. Кім бірінші екенін. Давай. Сулифа. Блин, достар, мамам Мен бірінші ма? Иә. Давай ал. Мәдім. Қорқыс. Суды қасыма алып алайын. Қолымнан бүйтіп аласам болады. Жоқ, болмайды. Ауыр болып кетті ғой. Осы жерде тұрады, все. Все. Бірінші көріп аласыз, мама қараңыз. Көріп алайын да бірінші. Қолыңызбен ғана ұстап көріп аласыз. Мынаумен бүйтіп ұстап көре аламын. Жоқ, мынаумен ғана. Ана қолыңызды вообще ұстамайсыз. Мынаумен мына ыдысты бүйтіп ұстап көре аламын ғой. Мына қолыңызбен ұстап көре аласыз. Ана қолыңызды вообще дұрыс. Вообще пайдаланбаймын ба не? Ё-май, ал кеттік. Суды төгіп алмайық, шықырсын, давайте. Суды төгіп алмайық, Давайте, бір, екі, давайте достаңыз. Біз специально андай еще орамал прям қалың қылып алдық. Алдыңыз ба? Мә. Құйып отырсыз ғой? Дауыс естіліп жатыр. Иә. Төгілген дауыс естілді. Мә, болдым мен. Көріп алдың ба сен бірінші? Жоқ, қазір мен әже қоямын. Мен ұстап тұрмын ұстап тұрсың. Такс. Мә, деген бір түрлі екен. Тигізбеу керексің. Тигізіп атқан жоқсың ба? Жоқ. Все, қойдым. Давайте сіздің кезеңіз. Сен ұстап тұр енді түсті. Ұстап тұрмын. Айбай, қолым ауыр ғой. Мынау қанша екен? Уже жартысын толтырып қойғанбыз, Айша. Да? Иә. Так. Давайте. Достар, дауыс естіліп жатыр. Все, давайте ұстап тұрыңыз, енді мен кезеңім. Так, міне су. Құйылатқан жоқ точно. Сыртына құйып атсың. Айша. Сыртына құйдың. Ужас. Су ма уже? Бірақ қатты емес, нормально. Мен жақ нормально. Мен вообще төкпегем ғой. Давайте енді сіздің кезеңіз. Ал ұстап тұр. Мен жақ тап-таза. Ой, құйып жатырмын ба? Вроде все. Айша, су құйып алайық, давай наған қайтадан. Әлі өтіп қалды ма уже? Иә. Все, достар, біз міне құйып алдық. Толтырып алдық су. Енді қазір менің кезегім. Такс.
Давай, көріп ал. Все. Айбой, құйылып жатыр, Дауыс естіліп жатыр. Айша ұстап тұр банкыны. Так. Бірінші раундта кім жеңеді екен қазір достар көреміз. Ойбай. Мама. Не қылдыңыз? Мә, достар, мамам прям қойып жатыр ғой. Мә, болдым, қоймайым ары қарай. Все, ұстап тұрыңыз. Мам, уже прям почти толып жатыр вообще-то. Да? Кім толтырады, сол вообще-то жеңеді. Жеңіле ма? Иә? Оны аз құйсай. Көп құйып кеттік қой біз ең қуып. Болды. Все, достар. Ұстап тұр. Кім жеңеді екен, қорқып тұрмын. Айба, ана уже бетімен бет болып тұр, Айша. Ну-ка. Йо! Аша берейік көзімізі. Йо! Еще бетімен бет қой. Прям қапты, мен прям до конца. Мен жеңілдім. Мына жерде қарар, онша не қылмаған. Мен бүкіліне мен қойған сияқтымын бар ғой. Нелерге. Неден видеодан көреміз ғой, кім қойған, не? Сіздер жазыңыздар, кім көбірек қойды. Мне кажется, мен себебі біз вообще ешнәрсе көрген жоқпыз. И қазір екінші раундқа дайындаймыз. Да, екінші раундқа кіші салайық. Давайте. Мынадан кішісін аламыз екінші раундқа. Потому что мынаны біз спокойно толтырып тастадық та екінші раундта аз-аздан құятын боламыз. Келісесің ба? Достар, мына жер прям деген су. Давайте, мама сіз ба или мен? Давайте сөйлесек тоже. Қолым ауыр кетті, алама отырғанмын. Давайте. Сөйлейіп. Тұлық достар, мамам екінші рет. Тағы мен жеңдім. Давайте. Ал жымдық па? Банкын ұстап тұршы сен. Аха. Қорқып тұрмын. Қайда өз? Уже қиынрақ. Мынау аузы кішкентай да? Да. Мен қолмен істегелі тұр. Қоя қойайын. Сыртына бұзып жатыр. Айша сенен. Все, давайте ұстап тұрыңыз. Аха, мына жерде. Ойбай. Бұлш. Башылдап жатыр ана жер. Вау! Ұстап тұр банкыны. Көп құйды, Айша. Мам, все, қоя салыңыз. Қоя салдым. Кішкене ғана қойдым мен. Айбай! Мама, не істесең қараңыздар. Ей, шоқылдап жатыр. Мен шоқылат тастадым мына жақтан. Мынау қайтып толып жатыр. Все, давайте, мама. Точно көзім жұмылып тұр ма? Ой, не? Точно көзім жұмылып тұр ма? Ой, не? Банкын алып кетіп баратқаным қалай кетті, жындысың ба? Көзімді алып қасам банкын алып көрейін деген ғой, реально. Қайда осы? Мә, банкын ұста. Ұстадың ба? Таптыңыз ба вообще? Сен не мешай маған? Тиіспе банкыға. Үй, тұра тұршы. Мен тиіс Сабамай отырмын. Оның бәрі су кетті. Ой, короче, табамадым. Қоя салыңыз. Қоя салдым. Қайтып жатыр нағыз. Так, ұстап тұрмын. Банкыға кеткен, Айша, сен алып кеткенсің. Мама, алмадым қылмаңызшы. Банкы жоқ мында, Айша. Мама! Не істеп жүрсің? Банкын ұстап алып? Банкын не істеп жүрсің? Просто сіз типа таппай қалсың. Бәсін оларды іздеуім. Жоқ. Толып тұр мә. Айша, сен ақ толтырып тастадың, мен вообще құймадым. Бір рет қана. Как раз қалды ғой. Давай, Қазір осыны әнсіз мен берейін. құям. Айша, алмай ал бағына. Сен бағынан бері сөйтіп жатсың, крыса. Бағынан бері мен құятын кезде мына банкін алып жатыр ау осы жыр. Крыса, бәсе жерге шөлпілдеп жатыр. Айша, алмағым жоқ. Жоқ, бағынан бері алған жоқпын. Алдың сен. Мам, видеодан қарайсыз, өзіңіз алған жоқпын, өзіңіз ғой. Айбай! Вот қазір алған жоқпын, достар. Өзіңіз көріңіз.
бәсе мен бүйтіп құяйын деп жатқанда ана жақта қол жүрді, не істеп жүр қол. Все, су бітті. Давайте енді результатты көреміз. 1-2. Айша құйды бәрін. Айша сен жеңдің, в общем. Жоқ, көп құйса жеңіледі вообще-то. Неге? Ну, типа, кім толтырады, сол жеңіледі. Сонда мен сыртына құя берсем мен жеңем ба не? Жоқ, енді кім соңына дейін істейді, сол, короче, жеңеді. Ну, короче, достар, білмеймін, мынаны сіздер жазыңыздар, кім көбірек құйды. Сол, короче, білмеймін не істейді, но, короче, сол болады. Біздің келесі раундымыз olsun. Нада, негізі алдыңғысында мен көбірек құйғам. Осы жоғыда мен вообще құймадым. Алдыңғысында мен жеңдім, давай осы жоғыда сен жеңдің. Ал енді қазір үшінші соңғы раунд. Үшінші раундқа кеттік. Мынау вообще қиын сияқты, кішкентай. Или тез толтырып тастаймыз ба екен? Қалай ойлайсыз? Бірақ мынаның деген андай құятын жер вообще кішкентай ғой. Ал қазір мына шоққылдап жатыр ғана. Не істеп жатсың? Сонысымен құя бермедік па? О, боже! Мынаумен құяқ па? Сен қойып, бұлдырап мынау не істе? Все, достар, мынаумен тағы бір құймадым. Мынаумен құяйып. Ой. Давайте ал. Кім бастайды, давайте сұрып ба? Тут, пожалуйста, мен жеңейінші, достар. Давай. Сулика. Мен жеңдім, жайлы, сондықтан да қазір мен бастаймын. Сіз көз үшіншісіз. Жұмбай өтіп кетейін деп едім, болмай қалды ғой. Көрейін деп едім ғой. Болдыңыз ба? Болдым. Все, давайте, достар. Мана, вообще қиын ғой. Вау, болды, бәрін қойма. Все, давайте, енді бастаптым, сіз қойыңыз. Ай, құйыватсыз ба, не істедіңіз сонда? Мам, все. Болды ма? Короче, сыртына төктім тағы да. Такс. Болды, сыртына, Айша, сыртына құйыватсың. Ойлай, мен мынаны бүйтіп кеттім ғой. Достар, прям деген жаман шылқылдап кетті. Толды ма дейм? Мама, қуасыз. Толтырды. Сіз жеңілдіңіз. Толтырған адам жеңіледі, достар, мен сіздерге айттым ғой. Мама, өзі толтырып, өзі қуанып, өзі жеңілді. Өзі қуанып, өзі жеңіліп, өзі толтырып, төгіп дезе. Ну вот, например, если биті... болды. Мынандай болса, например, типа, жеңілесіз. Ну, сіз по-любому жеңілдіңіз. Жеңілдім да? Екіде бір есебімен мен жеңіліп қалдым. Ха-ха-ха, неужели, достар. Ну, короче, өзіңіз көргенде мен... Сіздер комментарийға жазыңыздаршы, мен толтырға көп құйған адам жеңе ма, или... Ну да, көп құйған. Жоқ! Ойбай! Жынды қыз адамды шоштым. Нәрсесі жоқ екен деп бүйтейін деп не істеуге болады. Обязательно төгу керек бет соны. Мен ау не істейін дедім. Ойна келгенде, қойсай ма? Жынды қызды қараңыздар ойнап жатқан. Короче, достар, мына жер прям... Шоқылдап жатыр. Көрініп тұр ма сіздерге? Конечно, көрініп тұр даже. Айша! Ойнағаның бәрі болсын. Жынды! Короче... Мынау қолыңда тұрған кезде, мына қолыңды чувствовать етпейсің. Баратқанын, короче, қолыңды чувствовать етпейсің. Бірақ мынау мен мынаның расстояниесін бүйтіп білген кезде ғана не қыласың ғой. До конца білесің. Сол кезде ғана білесің, атап бүйтіп баратқан кезде мына ауыр көтеріп тұрады да. Страшно. Ой, жаман, сезбей қалады. Ойбай. Сезбей қалады да. Ауыр екен, страшно. Да, 2 килограмм вроде бы вес па. Ой, білмеймін неше килограмм екен, бірақ қолымды чувствовать ете алмай қалдым кәдімгідей. Өте, короче, өте, короче, күшті челлендж болды. Конечно, мен жеңдім, вроде бы. Сіздер жазыңыздар, кім вообще жеңді? Сіздердің ойларыңызша. Себебі мен точно білмеймін, мен жеңдім. Короче... Бұның жеңімпаз негізі сіздер шешесіздер, біз емес. Ну, короче... Так что, сообществоңда давай сен опрос жаса, кім жеңді деге. Айша опрос жасайды, сол кезде мамасы или Айша деп белгілейтін боласыздар. Содан білеміз, короче, кімнің жеңгенін. Сіздер міндетті түрде лайк басып, менің және мамамның каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Ой, болса осымен біздің видеомыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Пока-пока.